Сәлем достар. Бүгін біз өздеріңіз көріп тұрғандай емхана соғатын боламыз. Емхана тұрғызамыз, аурухана. Ал кеттік. Бұл жақта біз не істейміз, соны көрейік. Жоқ, сатып алмаймыз ақша. Мына жақтан қазір бір түсініп алайық. Мына жақта не зат шығарамыз дейді. Ақша жинауға барайық. Ақша түседі екен мына жақтан, иә? Мына жақтан алды. Бірдеңке соғылды ғой. Жоқ, ақша сатып алып тұр, ақша сатып алмаймыз. Көрейік кәніге достар. Мынаны бассақ тауар шығады екен, иә? Тауар жаңа дәрмектер ма сондай аламыз ғой деймін. Аржақтан қайқиды отқан білмесін әйтеуір. Кетіп кәні баса берек. Сөйтіп аржақтан ақша жиналып тұрады бізге. Басайық кәніге көрейік. Не істейміз? Ақша жиналып $950 мың. $1000 жиналды. Мына жақтан үстелдерді қойып тастадық. Не істейміз? Көрейік. Әлі солған жоқ. Соға бір отырып алдық. Қабырғалар соғылды. Фундаменті. Адам жалдап қойды, әнеке көрдіңіздер ме? Давай көрейік. Мына жақтан тағы ақша керек екен бізге. Көрейік, ақша жинап көрейік. Ақша жиналды ма? Қанша жиналды дейді? $1000 жиналды. Көрейік. $1000 ғана жиналды бізде пока что. Пока жетеді. Қабырғалар да соғылды. Жақсы. Бір бөлме дайын уж. Көріңіздер ме? Есігімен бәрі. Ал ақша жиналды ма? $900 жиналып тұр екен. $1000 болды, $1150 болды. Көрейік. $1,500 керек екен мына жаққа бізге. $1,500. Тағы бір жұмысшы жалдау үшін. Басып өзімізде жұмыс істеп қоя салайық. Кет достар кәніге. $2000 жиналды, $2350 болды. Көрейік. Басып көрдік әнекей. Бастық. Кеттік. $400 енді емхана болып келе жатыр. Сізді көрдіңіздер ме? Дайдай кеттік. $600 несеттік біз. Есіктеріне дейін жүргіздік. Қабырғаларын бәрі қолмен жүргізілген екен. Екінші несі бөлмесі деймін. Екінші қабылдайтын жері. Кеттік достар. Шыға берді онан дағы. Ақша жиналыпты $1550. Көрейік кәніге кезес. Ақша жиналып қойын дегенше біздің әр жақтан. Нешамыз $1,500 керек қой бізге. Тағы өзімізді жұмысшы өсей тұрайық. Басып. Ақша. Қанша жиналды ақша? $1850. Бастан болды. Жақсы. Көрейік. Ондай қатты көп болмаса да азамастан ақша жинала отыр. Ақша жинала берсін. Біз оға дейін не істейміз? Бір шарлап қайту керек негізі. Жоқ, екесе ақшаға сатып алмаймыз. Өйткені бізде онсыз да ақша жиналып жатыр. Қазір онда көп ақша жиналып кетеді. Жұмысшылар алуымыз керек негізі бізде. Жұмысшылар алып, соларды істеткізіп, бұдан да көп ақша жинауға болады. $700 жақта $3,500. Есік қоп қой. Есігі онша емес сияқты бір есігі. Болады. Кеттік. Ақша жинай берек. Достар. Терезе соқ. $600, $850, $900. Жиналып өзі жиналып қалады. Істейміз енді бұл жақта. Жақсы. Ақша жинайық. Так, көреміз. Ал достар, тағы ақша жинайық. Мына жақта сәл уақыт өткізіп, кішкене терезелерінде соғып алдық. Қарасаңыздар. Көп көмбек қой. Ақша $5500 жиналды. Көрейік достар.
ақша жинау керек тағы. Ар жақтан көріп тұрсың ба? Тағы біраз нәрселер соғуымыз керек екен. Давай достар, ақша жиналам дегенше тағы біраз нәрсені соғуымыз керек екен. Ақша пока аз жиналып отыр, бірақ тағы да бөлмелерді соқсақ, адамдар келетін болса, одан да көп ақша түсетін болады. Бізге емханамызға просто оборотты айналдырып алуымыз керек. Сыртты көрдіңіздер ме, қаражыңыз? Мынау несі? Емделіп алуға болады. Жақсы. Кәне көріп достар. Өзімізде жұмыс істейік. Көріп тұрғандай екі жұмысшы алып алдық. Қазір тағы біраз қимылдайық кәне. Ақша біраз жиналып болған шығар. Қазір қайттан көрейік. Ашып тұрсайық. $9,000 жиналып тастады. $9,500. $10,000 жиналды. Қайттан нені ашамыз кәне көрейік. $3,500 жалғастырдық. Киім алдық. Киімді көрейік. Опа, киім алайық. Бұл не киім бұл? Емханада аурулар киетін киім ба қалай? Бұл жаңағы емханада бір ауырып жатқан адамды көру үшін үстіге киіп келетін халат бар ғой. Сондай ғой бұл киім. Ал кеттік. Тағы ақша жиналып қалған шығар. Көрейік достар. $4,000 жиналды. $4,000 не аламыз? Мен соғамыз кәдімгі көреміз. Мінекі достар, көрдіңіздер ме? Қазір $9,000 жиналды. Сәл араларын өткізіп жіберіп жатырмын, қысқартып жіберіп жатырмын өткені. Бұл жақта кішкене ақша жинау аз емес болып тұр, бірақ сырт жақында соғайық. Қалай соғып кетті қараңыздар. Астынан не соғып жатыр, біз гараж соғып жатыр, бұл жағынан не соғып жатыр екен көреміз қазір. Ақшамызды алайық, долларларымыз санап тұрып жетім ғана. Гараж, ендеше машинада болу керек. Машинамен тасуымыз да керек, көрейік достар. Ақша жиналып алайық. Тағы да не істейміз, бұл жақта көреміз қазір. Ақша көп. Достар, мінеке $23,000 жинап алдық. Нешеміз міне көрдіңіздер ме? Адамдар жұмысшыларды көбейтсе, сосын ақша бізге көп түсіп отыр достар. Значит, біз жұмысшыларды көбейткен сайын ақша түсе береді. Мінеке цветі де өзгеріп кетті, көрдіңіздер ме? Комната 1, комната 2 деген сияқты үстіне жазылып тұр. Ақша көп түсіп отыр, қараңдар достар. Аштық, есікті ашып қою керек. Қазір ашып қоятын боламыз есікті. Ақша жинап алайық достар. Мінекей комната 1, комната 2, комната 3 соғып садық уже. Көрдіңіздер ме? Светінің да өзгеріп кетті өзіне өзі. Ал кеттік көрейік. Не зат? Достарым болса, достарымды шақыруға болады екен, мына жақта бірге ойнауға. Ал кеттік көрейік. Сырт жақты көрейік. Өзімізде бір жұмыс істеп қояйық. Тарс етіп. Гаражда ашайық. $9,500. Сыртын соқтық. $6,000 керек екен бізге. Қанша жиналып бізде? $8,500 жинап қойды. $6,000 шекна. Терезелер соғылды. Бізге қанша керек? $12,000 керек екен. Достарды қайда жылдамдатып бұны соғып тастайық. Бұның әлі бұл бірінші этажы, екінші этажында соғатын боламыз. Екінші этажын енді ол кез ақша өте көп түседі. Меніңше, көрейік достар. 10,000 жинап қалды, қараңыздар. Бағана бізде 1000-ды, 2,000-ды әрең жинап отырды қазір. 10,000, 11,000, 12,000 бірден жиналып жатыр. Бұл не? Пистолетті де алып қойғымыз, бұл жаққа. Көрейік достар. Ақша жиналайық. Мінеки достар, $4,500 мынау не? Туалет ау дейме?
туалетті да соғып отыр достар. Қараңыздар. Ақша жинап алайық, тез ақша жинап алып бәрін соғып тастаймыз. Қазір көретін боласыздар, өзімізді жұмыс істеп қояйық, анда-санда парс етіп басып қойып. Достар, кеттік. Асыға күтіп отырсыздар, біліп отырмын. Енді бұл жақта жоқ, бізге керек емес бұл жағы. Ал кеттік. 5,5-ге нан аштық. Қанша дейді бұл? 8,000 теңге. 8,000 доллар дейді, теңге дейін деп отырмын достар. Ал кеттік. Комната 2 бұлар жұмыс істеп отыр ма? Бірақ адамдар жұмыс істеп отқан сияқты. Есікті ашып қояйық, әнеке. Кіретін адамдар кіре берсін есіктен. Бір жағынан соға береміз, бір жағынан адам қабылдай береміз. Сонымен екі жақтан ақша түсіре береміз. Аха, 8,000-мен. Лестница соғылды, достар. Теппешек. Екінші этаж. Десеміз бұл жақта екінші этаж. Жоқ, әлі болмайды екен екінші этажы. Асын бірінші этажын реттестіріп алуымыз керек екен. Қазір тағы да біраз соғылмаған нәрселер бар. Соғайық кәнеке достар. Ақша жиналып тұра берсін қазірше. Біз не істейміз енді? Туалеттің іштерін соғып тастайық та әке. Туалет соғылды, мына жақтағы да туалет соғылып тастады. Туалет бітті бізде. Мына жақтан қалып кеткен екен. Алған 4,000 теңге керек екен. Яқады керек екен ақша. Мына жақ қанша керек? 31,5 мың. Бұл врач алдыртуымыз керек екен бұл жаққа. Кеттік достар, сосын ақшаны жаудырып табатын боламыз. Кеттік, мына жақта да ашып тастайық. Ақша жиналып тұр бізде. Ақшаны алып аламыз достар. Тез істеп тастайық кәнеке. Қараңыздар, адамдар уже жүр, бізде қабылдап жатырмыз. Бірақ әлі врач жоқ бізде. Өзімізде врачпыз, бірақ әлі толықтай врач емес біз. Яғни мыналарды соғуымыз керек. Больницаны соғуымыз керек. Кәнеке өзімізде жұмыс істеп. Достар, не ұшып келе жатыр? Самолетпен бір ұшып келді достар, қараңдар. Бұл не, ұрлықшы ма не? Ұры сияқты, ұры сияқты. Семіз ұры сияқты. Бізде қылыш бар екен, қылышпен не аламыз? Или ұры емес па бұл? Кім екен бұл? Қылышпен шайқасып көрейік. Достар, кәнеке өлтірек бұны. Кән. Өзімізден қалдық. Ақшам емделіп алдық. Көріп, бізде пистолет бар еді, айтпақшы, бізде пистолетті алайық ар жақтан. Тағыдай достар. Қалай алынбай қалды ғой. Бастық алынды. Алып тастадық, әнеке құтылдық достар. Ал енді жұмысымызды істей береміз. 33,000 доллар жиналып кетті достар, қараңыздар. Мінеке врач алып қойдық, біз енді ақшаны жаудыртатын боламыз. Кәнеке достар, қарап отырыңыздар. 6,000 жиналды. Кәнеке жиналай берсін бұл. Достар, мінеке 23,910 долларды жиналды. Ашып тастайық. Оны ашылатын болыпты. Кәнеке достар, қараңыздар. Бұл жақта да доллар бар екен. Бұл жақта да касса бар екен. 29,000 жиналды достар. Бағанағы самолет оны кім ұшып келген орын. Көрек. 5,5-ға шығу болады екен. Yaşамыз бұл жақта. Бұл ақша алатын немене бұл. 35,000. Екі жақтан ақша жинайтын боламыз достар, енді кеттік. Ал достар, кеттік. Не істейміз бұл жақта? Тағы 21,000. Бірақ ашып алдық. Тағы бір киім қосып алдық өзімізге. Көрік, қайтадан ақша жинайық. 15,515. Тағы үстінен барып ақшаны алып келейік. Долларды. Бәрін ешіктен ақша жинап отырып отырын боламыз достар. Көрік достар. Қанша жиналып бұл жақтан? 19,000, 20,000. Жақсы, басамасына. Көрік, тағы да ақша жинап. Достар, көретін боламыз. Мына жақта ол 5,5 долларға нақтан.
сабыр жұмыс алып қойдық. Қараңыздар достар, давай жылдамдатайық 16 мың, 24 мың жиналып қалды достар, 33 мың. Бала не деген ақша мынау, бірден жиналып отыр. Мына жақтан қанша жиналып отыр? 66 мың доллар болды достар, қараңыздар. Бұл жақтан не істейміз біз? Жолдық соқып тастадық. 12 мыңға не істейміз? Біраз нәрсе соқып тастадық. Есігін соқып тастадық. Көлік алып тастадық, қараңыздар. Скорый көлік. Шығайық, сыртқа қарай шығайық. Не істейміз? Есікті ашайық. Сырт жақта да бір барлық айту керек екен. Ақша жинап алайық. Достар, давай жылдамдатайық. Ақша жинап алайық. Мына жақтан қанша жиналып? 112 мың. Мәссаған, қаншама жиналып отыр. Өйткені біз адам қабылдап жатыр мына жақта. Олардың қаншамасын ақша алынып жатыр. Частныймыз ғой біз, енді частный больницамыз. Сол отыр, енді қымбаттап кете беретін бер жағдайы, бірақ көрек мына жақта 3000 долларлықтар, астында 50 мың долларлықтар еді. Мына жақта енді 3000 долларлықтар болыпты. Көрек кәнекей. Қанша жиналып? 122 мың, 125 мың доллар. Мына жақта қанша? 50 мыңдықтар екен әлі. Мына жақта 3 мыңдық тауарлар шығарып жатыр екен. Жақтан көрек. Қай киім киіп аламыз? Мынау қандай киім? Бұл жұмысшының киімі ғой. Әне көріп отырсыздар ғой, қарап. Мінекей врач болып алдық өзімізді. Врачтың киімін киіп, кәнекей достар, көрек мына жақтан тағы да ақшаларды алайық. Кәнекей ақшаларды алуымыз керек. 34 мың доллар ана бар бізде. 137 доллар қалды. Мәссаған, 143 мың доллар. Көрек. Үстіне шығайық достар. Үстіне не бар? Тағы да біраз нәрселерді соғамыз неқтан. Екінші этаждан ақшаны жинап алдық. 193 мың доллар. Тағы да бір жұмыс жауып алдық біз. Кәнекей достар, көреміз. Тағы қанша жиналамыз? Ақша. Жинап алайық. 69 мың тұр. Астынан қанша жиналып тұр? 117 мың. Мәссаған. Не деген ақша еді? Көреміз достар, кәнекей. Бер жақтан не тұр мына жақта? 12 мыңға не ашамыз неқта? Машина қоятын орын, светтерін, талдарын орналастырдық. Қараңыздар, қандай әдемі болып жатыр. Мына жаққа да талдар орналастырдық. Және бұл жаққа белгісі, мына жаққа шлагбаум қойдық. Артындағы ше. Міне артындағы ақша 41.300 түсті бізге. Кәнекей қараңыздар, 116 мың болып тұр. Мына шлагбаумды ашып қоямыз и жауап тұра берсін бе. Қазір көретін боламыз. Ар жағында көрейік кәнекей достар. Не бар, не жоқ. Бұл жақта да бірдеңке бар ма? Ештеңе жоқ сияқты. Достар, кәнекей 208 мың доллар ақшамыз бар. Кәнекей қайттан жинап алайық. 263 мың доллар болды. 68 мың. Не істейміз ол жақтан? Бастық. Не істеп отыр? Бұл жақта біздің врачымыз жатыр. Өзімізде жатып алайық. Хоппа деп. Көрдіңіздер ме, өзімізді емделіп алуымызға болады екен. Есіктен шығайық. Мына жақта кім? Адам жатыр. Адамды көретін шығармыз мүмкінбіз. Адамды емдеп алдық. Қараңыздар, 31.750 доллар берді бізге. Бір адамды емдеу үшін қаншама доллар алып отырып. Мына жақта да адам жатыр ма, көрейік кәнекей. Адам бастық. Температурасы көтеріліп отыр. Не істеп отыр бұл? Лечить дейік. Емдеп кәнекей көрейік достар. Осылай адамдарды емдеп ақшаны табатын боламыз. Екінші этажды соғатын боламыз достар. Бізбен бірге болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Комментарий жаза кетіңіздер. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Кәнекей достар, көретін боламыз. Мына жақта не бар? Қол тұрған жерді басамыз. Не алдық бұл жақта? Жабыстырғыш, жаңа жара бірдеңке болса жабыстыратын, бірақ бұл температура беріп отқан сияқты, үстіне градусный көрсетіліп тұр. Көретін боламыз, жабыстырып көрейік. Сонда да болмаған сияқты. Жарайды. Врачке емдеп аласылар. Басқасын бас көрейік. Басқа комнатаға жібердік.
представление болды, басқа комнатаға кетіп бара жатыр. Енді кеттік, басқа врачқа баратын шығар. Кетіп қалды ма? Ар жағы отырып тұрып сосын баратын шығар мүмкін. Көретін боламыз. $966,000 жиналды достар. Мына жақтан да ақша алайық. Миллион бұл өчерге. Миллион 2, миллион 3, миллион 4. Достар, қараңыздар. Мына жақтан ашып тастайық, жұмысшыларды алып тастайық. Мына жақтан да алып тастайық жұмысшыларды. Көрейік, достар. Мына жақтан $671,000 қалды. Мына жақтан тоже. Не соғамыз? Көріңіз қазір, достар. Арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер, достар. Біз бірінші этаж түгелдей соғып болдық. Мына екінші этажда келесі кезеңдерде соғатын боламыз. Бұйырса, көріңіз, достар. Қазірше осы бірінші этажмен тоқталып кетеміз. Сау болыңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.